Так, мен мыналарға көрсетейін. Өтірік талып қалғандай болайын. Жарайды, ханым мырза, онда мен Раянаға барып келейін. Раяна. Раяна? Сен талып қалғансың ба? Раяна, тұршы. Раяна көзін ашпайды ғой. Мүмкін талып қалған шығар. Онда мен барып тез су алып келейін. Ханым мырза, ана жерде Раяна талып қалды. Не дейді? Кеттік, жүр. Мен су алып келейін. Раяна, саған не болды? жейші. Бөля, менің қызыма не болды? Кел төсекке жат. Мүмкін скорый шақырамыз. Жоқ, қызымыз тек қана талып қалған сияқты ғой. Оған скорыйды шақырып керегі жоқ. Мен уайымдап тұрмын, қызым аяқ асты не болып қалды? Болды, жылама. Ха-ха, мыналар сеніп қалған сияқты ғой. Міне, су алып келдім. Қане, Раяна ішсін, әкел. Ішші. Неге қызым оянбай жатыр? Мүмкін... Не мүмкін? Егер де тамақтарын бермегенсіңдер ма? Тамақты тек таңғы аста ішкен, одан кейін ішпеді. Неге тамағын бермегенсің? Мен саған айтып едім ғой, мектептен келген кезде тамағын беруші бол. Жарайды, ханым, кешіріңіз. Мен Раяна келе сала сіздерге Аяна жайлы айттым ғой. Сауап болды өзіңе. Енді сені жұмыстан шығаратындай қыламын. Егер де бүгін менің қызым оянбайтын болса, онда сені жұмыстан шығарамын, білдің ба? Жарайды, ханым. Болды, жаным, ашыланба. Әкел, мына жерге отыршы. Әкел, су берші. Болды. Так, онда мен сонда оянбауым керек. Егер де мен таңертең бірақ оянатын болсам, онда мені мектепке жібермейді. Сонымен мен мектепке бармаймын. Сосын олар да Аянаны іздемейді. Бәрі мені уайымдайды. Қандай күшті бұл? Енді не істесем екен? Мүмкін Раянаның тамақтарын алып келейін. Тамақ жеп қалатын шығар. Не, Раяна, сенің сүйекті тамақтарыңды алып келдім. Сен қазір ояусың ба әлде? Шынымен талып қалдың ба? Қуасың ба? Неге оған зиянды тамақтар беріп жатсың? Қазір оған тек пайдалы тамақтар жеу керек. Әдейі істейсің ба сен? Жарайды, ханым. Қарным ашып тұрғандай жегің келіп тұр ана затты. Шын талып қалғанға ұқсайды екен. Онда мынаны орнына қоя салайын. Қайда алып кеттің? Мен қарным ашып тұр. Міне. Ішіп алшы суды. Қалай басы істейтін адам ана зиянды тамақтарды бере ме екен? Точно басы істемейтін мына қызметшінің. Так, сабағымды оқып біттім. Айтпақшы, бағана санақта не еді? Мамам неге қатты ұрысты? Ашып көрейінші. Мамам жоқ кезде көріп алсам, ештеңе етпейді. Тіпті мамам білмей қалатын шығар. Осы хат еді ғой. Аяна жайлы, осы хат. Сәлеметсіз бе? Мен бұл хатты Аянаны асырап алу үшін жазып отырмын. Мен бұл қызды магазинде сатып тұрған кезде тауып алдым. Және де оның жанында ата-анасы болмады. Сол үшін мен бұл қызды өзім асырап алам деп шештім. Оны сол үшін жазып отырмын. Немене? Сонда мен асырандымын ба? Сонда менің мамам басқа ма? Менің анам кім сонда? Сонда мен асырандымын ба? Мүмкін егізі жоғалған деген қыз менмін ба? Бәсе, мамам не үшін хатты оқыма дегені енді белгілі. Жарайды, орнына салып қояйын. Менің анам не істеп жатыр? Енді мен қызым болмаса қалай өмір сүрем? Менің қызымды тауып алып кетсе не істеймін? Анашы мен жайлы айтып жатыр ғой деймін. Мен оны қаншама жылдар бойы қызым сияқты бағып өсіріп келе жатырмын. Менде қызымнан басқа ешкімім жоқ. Не туысқандарым жоқ. Саған, анашы мен кеткенімді қаламайды екен. Онда мен не істеймін? Қызымыз әлі есін жимай жатыр. Мен не істеймін енді? Қызым қашан есін жияды екен? Болды, жаным, скорый келе жатыр, жаңа шақырып қойғанмын. Тезірек келсін. Маған хабарласып жатыр жұмыс бойынша. Алло, мырза, біз Аянаның үйін таптық. Не? Біз Аянаның үйін тауып алдық. Көрген-білгендер хабарлады бізге. Не? Аяна табылды ма? Немене? Аянаны қайдан тауып алды мыналар? Саған, жаным, жүр кеттік, сол жерге тез барайық.
Иә, бірақ та Раяна ше. Раяна енді білмеймін, тіпті қатты қуанып тұрмын. Онда оған Гүлнұр тәтесі қарасын. Біз кетік тезірек Аянаның үйіне барайық. Аянаны тауып алды ма? Енді маған ешкім көңіл бөлмейді. Тіпті мен талып қалсам да ешкім қарамайды ғой. Енді не ойластырсам екен? Гүлнұр? Ой ханым, кешіріңіздер, кішкене шаршап отырып қалдым. Ана Раянаға қарап отыр. Біз Аянаның үйін таптық. Аянаға барамыз қазір. Мәссаған, шын ба? Иә, енді біз тезірек баруымыз керек, үйін тауыпты. Иә, қазір барамын Раянаға. Жүр, кетік тез. Не ойластырсам екен? Мыналар мен өліп қалсам да қарамайтын сияқты. Ай, Раяна, сәлем. Сен талып қалған сияқты едің ғой, оянып кеткенсің ба? Иә, кішкене есім жиғанмын. Жақсы болды ғой, енді мені жұмыстан қуып жібермейді. Не? Кел, жат мынақа. Саған әлі тұруға болмайды, сен бірнеше сағат бойы жаттың ғой. Менде Аянаның үйі табылған ба? Иә, енді жүр кеттік. Анашым, мен сабағымды оқып болдым. Жарайсың, қызым. Бұл кім? Мен қазір сығалап көремін, жарай ма? Точно осы ма? Иә, ханым. Қызым, жүр. Тығыл. Ваннаға тығылшы. Неге? Қызым, 1 минутқа ғана. Мынау Аянаның ата-анасы болуы мүмкін. Сәлеметсіздер ме? Сіздерге қандай көмегім керек? Сәлемет пе ханым, сіздің үйіңізде Аяна деген қыз бар ма? Ондай қыз жоқ. Не? Қалайша жоқ? Осы адрес еді, иә, точно? Иә, ханым, осы адрес болатын. Аянаны осы үйден көрген. Кешіріңіздер, бірақ та бұл жерде ешқандай да Аяна деген қыз тұрмайды. Ханым, қазір біз үйді тексеріп көрейік. Біз үйде тексереміз. Так, мына бөлмеде жоқ сияқты. Біз басқа бөлмелерді тексерейік. Менің қызым, точно сіздердің үйлеріңізде жоқ па? Әлде сіз бізді алдап тұрсыз ба? Жоқ, алдап тұрған жоқпын. Жүр, бізде барып көрейік. Тауып алмаса жақсы болатын еді. Мыналар кім екен келген? Мен қайда тығылайын? Мына бұрышқа тығылайын. Мына 2-ші бөлме. Іздеңіздер, бірақ та бұл жерде Аяна деген қыз тұрмайды. Ханым, бірақ та бұл жерде ешқандай қызды көрмедік. Тоқтаңдар. Мынау Аянаның мишкасы ғой? Бұны кішкентай кезінде ойнайтын. Иә, Раянаның да осыған ұқсас ойыншығы бар еді ғой. Сол екеуі осы ойыншықтарын ойнайтын. Значит, Аяна осы үйде. Сіз қайда тығып қойдыңыз? Иә, айтыңыз. Жарайды, айтамын, жүріңіздер. Міне ол қыз мына жерде. Аяна, шық. Не болды, анашым? Бұлар кімдер? Аяна, қызым? Маған кеш? Сіз кімсіз? Мен сізді танымаймын. Қызым, мен сенің анаңмын, туған анаң боламын. Ал бұл сені асырап алған анаң. Сіз сонда менің туған анамсыз ба? Анашым? Иә, қызым, мен сенің туған анаңмын. Ал бұл сенің туған әкең. Анашым, әкешім. Сонымен олар әбден құшақтасып алды. Анашым, бірақ та менің өзімді баққан анам бар ғой. Бірақ та сені туған мен ғой. Аяна, сен өзің туған анаңа бар. Себебі мен сені әдейі ұрлап кеттім. Сіз негізі, сіз кінәлісіз. Себебі мен оны 1 минутқа ғана басқа үйге кіріп едім, сіз оны әдейі ұрлап кеттіңіз. Сол үшін бұл қыз менің қызым. Мен Аянаны тастап кетсем мейлі екен, бір жерге лақтырып кетсем мейлі екен, бірақ та оны мен бағалатындай шамам бар. Сол үшін Аяна менің қызым, және де оны мен қаншама жылдар бойы іздеп жүрмін. Иә, дұрыс айтасыз. Жай ғана мен ұрлап кеткен себебім, мен өзім жалғыз ғана тұрамын. Не туысқандарым жоқ, араласатын. Ешкіммен араласпадым. Сосын Аянаны кездестірдім, сол үшін ұрлап кеттім. Жарайды, сіздің үйіңізге қарасам, кедей адам сияқтысыз. Менің қызым бұл жерде өскеніне өте көңіл-күйім түсіп тұр. Не қызым, бірақ та менде бір ұсыныс бар сізге. Айтыңыз. Сіз әрине жалғыз қалғаныңызды қаламаймын, себебі біз бәрібір
Аянаны алып кетеміз, бірақ та сізге ұсынысым бар. Яғни сіз біздің үйге қарай жүріңіз, себебі біз өте баймыз, сізді де асырауға шамамыз жетеді. Яғни менің аянамды қаншама жылдар бойы баққаныңыз үшін рахмет. Жаман қылып өсірмегеніңіз көрініп тұр, жақсы қыз болып өсіпті. Сол үшін біздің үлкен үйге барайық, сол жерде бәріміз бірге тұрайық. Сіз оған қалай қарайсыз? Иә, мен келісемін. Менің бәрібір араласатын ешкімім жоқ. Жақсы, онда біздің үйге қарай кеттік. Сен сонда өтірікті алып қалдың ба? Жоқ, бірақ та мен қатты қарным ашып кетті. Асықпай жесеңші. Өзім білем. Міне қызым, бұл біздің үйіміз. Сен де енді осы жерде тұратын боласың. Ал кіре ғой қызым. Мә, саған үлкенін ай. Қандай әдемі? Мә, саған. Жүр қызым. Раяна қызым, бұл сенің негізің болады. Біз Аянаны тауып алдық. Не, сонда бұл менің негізім Аяна ма? Иә, бұл сендердің негіздерің. Раяна? Аяна? Саған, сені мен негізім деп ойламадым. Мен де. Енді біздің отбасымызға қош келдің. Мәні бұрынғы кішкентай аю ғой, сенде әлі жүр ма? Менде де бар, бірақ та мен оны сандыққа қоя салғанмын. Қыздар, татуласып болсаңдар, енді мен Аянаға үй көрсетейін. Жарайды, әрине. Мә, саған қандай үлкен, Таңғалма, енді сен осы үйде тұратын боласың. Осы кезден бастап біз бәріміз бірге бақытты өмір сүріп бастадық. Солайша мен бір күн ішінде байдың қызы болып шыға келдім. Достар, енді сериал аяқталды. Сіздерге ұнаса лайк басып тіркеліп кетіңіз, және де бәріңізге сау болыңыздар.